негізін салушы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай атақты тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тараған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманында ел басқарған адам болған. Ол тарихта өжет, қатал мінезді, елді әділ басқаратын басқарушы ретінде, ал анасы сөзге шешен, сабырлы, байыпты дана әйел ретінде танылған. Абайдың балалық шағы балалықпен емес, көбінде даналардың маңында жүріп даналықпен өткен.